Қайырлы күн достар, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Бүгін сіздермен меренговый рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл десерт ауызда ерейді десем де болады. Осы менің рецептіммен пісірсеңіздер, бір істегеннен сразу шығады. Ең алдымен жұмыртқаның ағын алып саламыз ыдысымызға. Оған өстіп кезек-кезек қантымызды 3 бөлікке бөліп саламыз. Басында миксерді жай жылдамдықпен бастап, осылай жылдамдықты көбейтіп отырамыз. Мен 3 бөлікке бөліп салдым. Осындай әппақ болғанша әбден миксерлейміз. Қою әппақ болу керек. Менде қою болды. Осындай болу керек. Ағып кетпеу керек. Осындай әппақ массамыз дайын болғаннан кейін лимон сығындысын саламыз. Менде 2 қасық лимон сығындысы. Кіші қасықпен қостым. Үстіп араластырып аламыз. Оның үстіне кішкене тұз, крахмал қосып араластырамыз. Барлығын үстіп араластырып аламыз. Менде дайын болды. Енді формамызға саламыз. Осылай формамызға салып, тегістеп шығамыз. Массамыз тегістеп болғаннан кейін пешімізді 150 градусқа қыздырып қоямыз. Осылай тегістеп болғаннан кейін 150 градуса қызып тұрған пешке 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Менде пісті. Осылай қоңырқай осындай болып пісті. Мен пергаменттің көмегімен алып, екінші бетінде аударып алдым. Енді осының суығанын күтіп, суытып қоямыз. Енді ортасына кремін дайындаймыз. Креміне 150 грамм творожный сыр, 150 грамм сливки, 33% сливки қостым мен, 50 грамм қант ұнтағын қостым. Менде дайын болды. Енді бағанағы массамыз, суыған массамызға кремімізді жағып шығамыз осылай. Арасына осылай клубника немесе басқа да салма салсаңыздар да болады. Салмай қойсаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде. Мен клубниканы өстіп майдалап турап осылай салдым. Мен уже меренговый рулетім дайын болды. Өстіп бетін неше түрлі узор қылып өрнектесеңіздер болады. Мен осылай бетіне клубниканы қойып шықтым. Меренговый рулетім дайын болды. Осы десертті істеп көрсеңіздер болады. Өте дәмді, дәмі ерекше десерт болып шығады. Және оңай әрі жылдам болып піседі. Осы рецептпен пісіріп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар достар. Алда тағы да рецепттер шығатын болады. Қолдауларыңызға көп рахмет.